Ассалаумағалейкум хаммеге. Бұл видео сабағымызда мен сілерге профирмалар хақында кішкене мағлұмат беріп өтемен, һәм өзім істейтұғын профирманы сілерге таныстырып өтемен. Бірінші, бұл профирмалар хақында үйренуден алдын мен сілерге бұл профирмалардың терминдерін, атларын қарақалпақ тіліне аударып, терминдерін дұрыс кіргізуді қалеймен. Оларды көпшілік рус тілінде пропсчет және басқаша атларменен атайды. Қарақалпақ тілінде бұлар профирма деп аталады. Яғни олар біздерге челленджларды береді, яғни басқышларды бір басқыш, екі басқыш, сол басқышлардан өтіп, ол басқышлар демо шотлардан ібарат болады, демо аккаунтлардан. Һәм олар біздерге үлкен суммадағы пулды, үлкен суммадағы аккаунтты біздерге кішкене суммада сатып береді. Бірақ біздер солардың басқышларынан, челленджларынан өтіп беруіміз керек тәсілеп. Бұлардың атларын профирмаларды деп атайды. Ең сенімлі һәм ең танықлы профирма бұл FTMO профирмасы, бірақ бұл қазір Қарақалпақстанда істелмейді. Себебі FTMO профирмасы орталық Азиядағы көпшілік мемлекеттерге өзінің аккаунтларын сатпайды, рұқсат бермейді сатып алуға. Ал біздердің мемлекетімізде ең жақсы істейтұғын, ешқандай проблемаларсыз, машқалаларсыз істеп беретұғын профирмалар бұлар ең зоры Funded.Next, онан кейін FundingPeeps, The Fivers профирмалары. Әзірге шекем, оларда ешқандай машқалалар болған жоқ, пул шешіп келатыр мен таныған адамлар. Демек, оларды профирмалар деп атаймыз. Һәм олардың біздерге беретұғын аккаунтларын Prop Challenge емаса Prop Account деп атаймыз. Олар біздерге бір басқышлы, екі басқышлы, үш басқышлы челленджларды береді. Олардың берген аккаунтлары дәсілеп демо аккаунт болады. Біздер сол демо аккаунтта олардың біздерге берген қағидалары бойынша, жол көрсетпелері бойынша сауда істейміз. Һәм егер сол челлендж басқышынан өтсек, біздерге реал аккаунтты береді. Ол реал аккаунтта реал болмайды, бірақ енді сол реал аккаунтта қылған пайдамызды біздерге payout қылып шығарып береді. Реал аккаунт болмайды дегенім, яғни simulated аккаунт болады. Сенбейді деп ойлаймын өзімше, себебі сонша 100 мың, 200 мың доллардағы пулды бірден беріп жібереді деп ойламаймын. Енді бұл өзімнің пікірім, бәлкім реал болуы мүмкін. Бірақ біздерге олсы қызығы емес, біздерге қызығы реал аккаунтта өткеннен кейін қылған пайдамызды шешіп беруі. Онан кейін басқышларды біздер Phase 1, Phase 2 деп инглиз тілінде де айтуымыз мүмкін. Басқалар рус тілінде де айтады. Бірақ соны біздер Қарақалпақ тілінде басқыш деп қолдануымыз керек. Һәм бұл Қарақалпақстандағы Forex индустриясына бұны басқыш деп туры сөздерменен кіргізуіміз керек. Онан кейін support дегені бар, қолдап қуатлау бөлімі. Мәселен, оң жақта төмендегі Funded.Next'тің қолдап қуатлау чаты, яғни supporты. Жоғарыдағы ChatGPT-ге ұқсас AI бот, FundyBot деп қойыпты. Бұл арқылы да сіздер Funded.Next-пен сөйлесеңіз болады. Мен көп уақыттан бері істеп келе жатырған һәм ешқандай машқалалар болмаған көпшілікте осы мемлекетіміздегі трейдерлердің һәммесіне пейаутларды машқаласыз қылып берген профирма бұл Funded.Next профирмасы. Айырымларыңыз айтуыңыз мүмкін, Funded.Next-тен FundingPeeps немесе The Fivers жақсырақ болуы мүмкін деп. Бірақ The Fivers-те бағалар сәл қымбатырақ болған қарағанда, және Funded.Next-те бар болған қолайлықлар FundingPeeps-те де, The Fivers-те де жоқ. Бұл профирмада сілер news уақытында да істеуіңіз мүмкін. Бірақ мен өзім істемеймін news уақытында, бірақ news уақытында сделкаларымды ұстап тұруым мүмкін. Funded.Next профирмасында сол қолайлығы да бар. Сіз news уақытында да NFP, CPI болсын, сауда істей аласыз. FundingPeeps профирмасында мен өзім істеп көргенімде спредтер үлкейіп кететін еді. Әттегі бір пипсқа шекем спред үлкейіп кететұғын еді. Ал Funded.Next профирмасында болса ондай машқалалар жоқ. Қау іздейді да, яғни алтында 25-26 пип. Ал евро, фунтларда болса 0,2-ден аспайды. Өзім істейтұғын профирма Funded.Next профирмасы, қазір соның сайтында тұрпан fundednext.com, Empowering Promising Traders Worldwide. Дүниежүзілік трейдерлердің сеніміне еріскен профирма деп жазып қойды сайтында. Демек, бірінші қолайлығы up to 95%, яғни сіз
қылған пайдаңыздан, яғни басқышылардан өтіп кейін аккаунт алғаннан кейін қылған пайдаңыздың 95%-ке дейін шешіп береді. Бірақ бұл өзінің add-on деген функциясы бар. Add-on функциясын кейін сіздерге түсіндіріп өтемен. Бірақ та әмме профирмаларда бұл 80%, Fundednext'те де 80% тек қана жаңағына add-onды қоссаңыз, сіздерге 95%-ке дейін шешіп береді. Бұл не дегені? Мәселен, сіз $1000 пайда қылсаңыз, сіздерге негізінде $800 шешіп береді. Бірақ жаңағы add-on функциясын қоссаңыз, сіздерге $950 шешіп береді. Up to 300K simulated accounts, яғни сіз $300,000 шекемгі аккаунтларды басқара аласыз. Яғни сіз 6 $50,000 ямаса $300,000 1 200 плюс $1 $100,000 аккаунтларды басқаруыңыз мүмкін. Бірақ максимум $300,000 шекем. Онан кейін басқа профирмаларда жоқ болған қолайлығы 24 hours guaranteed reward. Яғни сіздерге 24 сағат ішінде пейаутларыңызды шығарып береді. Егер шығарып бермесе $1000 қосып береміз деген функциясы да бар еді, оны төменіректе жазып қойыпты. No time limit in challenge base. Яғни no time limit дегені сіз басқышларда, бірінші басқышта, екінші басқышта сіздерге ешқандай, мәселен 30 күн ішінде мына пайданы қылуың керек, емаса бір аптеде, 2 аптеде қылуың керек деген ешқандай шектеулері болмайды. Сіздерге шексіз уақыт беріледі. 1 ай болсын, 1 жыл, 5 жыл істей бересіз. Сол басқышты өтемен дегенше ешқандай сіздерге шектеу болмайды. Start Challenge деген жерін басып алуыңыз мүмкін. Free trial дегені сіздерге people береді. Сынап көруіңіз үшін free trialды басып, сіздер сынап көруіңіз мүмкін. Trustpilot дегенді білесіз, дүниежүзілік компаниялардың әммесін жақсылап рәсми түрде тексеруден өткеріп, кейін оларды осы Trustpilotқа қосады. Trustpilot'тағы бағасы дерлік 4,5 атрапында екен. 40,465 адам дауыс берген һәм 4,5 балды алғаны орташа. Қазіргі күнде 150,900 аккаунт бар екен Fundednext'те адамлар сатып алған. Қазіргі күнде 50,900 адам, яғни 50,900 трейдер осы Fundednext'те payout қылған екен. Яғни сауда қылғанлары бұдан көп, бірақ пайда қылып, payout қылып шығарып алғанлардың саны 50,900 адам екен. Осы уақытқа шекем трейдерлерге, осы профирмадан пайдаланған трейдерлерге $160 миллион пұл төлеп берілген. 2025 жылы ең жақсы профирма, Африкадағы ең жақсы профирма атағын алған, кейін quickest payout, ең тез payout қыладығын, яғни пұлыңызды тез шығарып беретұғын профирма 2024 жылы алған екен. Fundednext Futures бұл біздерге дерлік керек болмайды, себебі сіздердің көпшілігіңіз Forex-те сауда істейсіз. Futures дегенді Nasdaq деп түсінсеңіз де болады. Key highlights. Ең зор қолайлықлары. 15% performance reward in challenge base. Яғни сіздерге басқышта, яғни бірінші басқышта пайда қылсаңыз, екінші басқышта да пайда қылсаңыз, һәм кейін prop аккаунтты, сіздер real prop аккаунтын алғаннан кейін, сіздерге сол басқышта да қылған пайдаңыздың 15%-ін шешіп береді. Мәселен, $1000 пайда қылсаңыз, яқ $100,000 аккаунт алдыңыз дейік, һәм сіздер бірінші басқышта 8%, екінші басқышта болса 5% пайда қылуыңыз керек. Ал екеуін қосып пайда қылып реал аккаунтқа өткеніңізден кейін сіз 8 һәм 5%, яғни 13%, $13,000 пайда қылсаңыз, сіздерге соның 15%-ін сауға ретінде береді. Басқа профирмаларда бұл нәрсе жоқ. Funding Pips'те де жоқ, The5First'те де жоқ. Сіз басқышта қылған пайдаңызды ешқайсысын алмайсыз, тек қана реал аккаунтқа өткеннен кейінгі пайдаңызды аласыз. No time limits бұл жаңағы daily news trading, яғни news уақытында сауда бағанағы. Competitive spreads and high leverage. Сіздерге spread кіші болады дейді, leverage болса жоғары дейді. Спредтер 0 пипстен басталады, һәм 1/100 leverage бар екен. Яғни leverage дегені плечо рус тілінде. Reset деген нәрсе бар. Бұл функция басқа
профирмаларда жоқ. Reset дегені, мәселен сіз бірінші басқышта, екінші басқышта зиян қылып қойсаңыз, кейін сіз оны reset қыла аласыз, яғни қайтадан бастай жақпан деп оларға айтуыңыз мүмкін. Бірақ бұл әмме аккаунтларға тиесілі емес, тек қана айрым аккаунтқа тиесілі, оны төменде айтып өтемен. Monthly competition, яғни әр ай Funded Next профирмасында сондай әр ай давамында жарыстар болады. Сіз сол жарысқа бейпұл қатынасып, егер жоғарғы орынларды алсаңыз, сіздерге профирмадан өзі проп челлендж береді, яғни проп аккаунт береді. Ямаса, егер дым жоғарғы орынды алсаңыз, сіздерге нақ пулда долларда сауға береді. Бұл әр ай болады. Әрбір айда жеңіп шыққанларды көрсетіп қойғанда бар, меніңше. Төменгі жерінде жазып қойған екен. Clients are provided with demo accounts that contain simulated. Яғни, бұл сіздерге берілетұғыны реал пул емес, simulated аккаунт болады деп айтып қойыпты. Осы жерінде ескерту ретінде көбірек мағлұматты FAQ секшннан ала аласыз дейді. FAQ дегені Frequent Asked Questions, яғни көп трейдерлер тарапынан ең көп сұралатұғын сұраулар. Бұл Forex үшін, бұл Features үшін. Осы жерден өздеріңізге керек болған жауаптарды ала аласыз. Ең ширин жері басқа профирмалардан ажыралып тұратұғын функциясы сілерге 24 сағат ішінде пулыңызды шығарып беруі. Егер 24 сағат ішінде шығарып бермесе, сілерге $1000 экстра пул кешірім ретінде төлейміз деген жері бар. Және average disbursement time 5 hours. Трейдерлердің осы профирмада қылған пайдаларын орташа 5 сағат ішінде шығарып берді дегені disbursement деп атайды, payoutты шығарып беруін. Best trading platforms, яғни сіз MetaTrader 5, MetaTrader 4, MatchTrader, T-Trader ма, осы терминалларда сілер сауда іслей аласыз. Біздерге MetaTrader 5 керек, осыда іслейміз біздер. Best trading conditions. Кейін сіз проб аккаунт сатып алған кезде мұна затлардан, мұна программалардан пул төлей аласыз, ямаса осы программалардан пулларыңызды, пейаутларыңызды шығарып аласыз. Онан кейін ең қызық жері мінекей аккаунтлардың бағалары. Stellar 2-step 2 басқышлы, 1 басқышлы, онан кейін Stellar Lite, онан кейін Stellar Instant аккаунтлары бар. Мен сіздерге әмме түрдегі аккаунтларын түсіндіріп отырмаймын. $100,000 аккаунт мысалында көрсетіп өтейін. Мәселен, $100,000 аккаунттың бағасы $549, 15% performance reward бағанағы сіз басқышта қылған, бірінші екінші басқышта қылған пайдаңыздан шешіп береді. Яғни сіз $100,000 аккаунт алсаңыз, $1950 сіздерге төлеп береді. Егер сіз бірінші екінші басқыштан өтсеңіз. Pays бірінші басқышта сіздер 8% пайда қылуыңыз керек, яғни $100,000-дің 8%-і $8,000 пайда қылуыңыз керек. Екінші басқышта 5%, яғни $5,000 пайда қылуыңыз керек. Максимум overall loss, яғни 10% минус қылып қойсаңыз, сіздердің аккаунтыңыз күйіп кетеді. 10% дегені бұл сіз $10,000 минус қылуыңызға болады $100,000 аккаунтта. Бір күнде 5%-тен, яғни $5,000-дан көбірек зиян қылуыңызға болмайды. Егер осыдан өтіп кетсе, сіздердің аккаунтыңызды алып қояды. News trading әммесінде бар. Minimum trading days дегені, яғни сіз 5 күн, ең кемінде 5 күн давамында сауда істеген болуыңыз керек. Яғни сіз бірінші басқыштан өтуіңіз үшін де, екінші басқыштан өтуіңіз үшін де 5 күн давамында сауда істеген болуыңыз керек. Яғни сіз бірінші күні пайда қылып қойсам, яғни бірінші басқыштағы 8% пайданы мен бірінші күні істеп қойған болсам, не істеуім керек, 5 күн күтуім керек пе деп, яғни сол күні өтіп кетемен бе деген сұрау туылады. Сіз 5 күн давамында, яғни 5 базар күні давамында сауда істеген болуыңыз керек. Мәселен, сіз бірінші күні сол 8% пайданы қылып тасыласаңыз, кейінгі күнлері 001 лотпенен бір рет ашып жауып қойсаңыз да, сіздер сауда істегенге есептеланады. Яғни қалған 4 күн давамында сөйтіп істесеңіз болады, егер 8%-ті бірден істеп тастасаңыз. Ең кемінде 5 күн давамында сауда істеген болуыңыз керек. Бірінші payout, яғни сіз Funded Next-тен басқышларынан өтіп реал аккаунтты алғаныңыздан кейін
21 күннен кейін сіздерге бірінші пайдаңызды шығарып береді. 20 әммесінде 21 күн. Refundable fee, яғни сіздерге қайтарып берілетін пұл. Сіз реал аккаунтты алғаныңыздан соң баста төлеген, мәселен $100,000-ға $549 төлеген болсаңыз, соны қайтарып береді сіздерге реал аккаунт алғаныңыздан кейін. Мәселен $6,000-ға $59 пұл төлесеңіз, сіздерге реал аккаунт алғаныңыздан кейін соны қайтарып береді. Кейін Stellar One Step, яғни бір басқышылы, бұл сәл қымбатырақ болады. Бұнан және бір парқы overall loss һәм daily loss пәсірек болады. $100,000 аккаунт алсаңыз, сіздерге тек қана общий $6,000 минус қылсаңыз, сіздердің аккаунтыңызды алып қояды. Ал бір күнде $3,000 минус қылсаңыз, аккаунтыңызды алып қояды. Stellar Two Step'те бұл $10,000 еді, ал бұда $6,000. Парқы сода. Бірақ және бір жақсы парқы бар екен, яғни сіздер реал аккаунттан алғаныңыздан кейін 5 күн ішінде сіздердің пайдаңызды шығарып береді. 5 күн өткеннен кейін пайдаңызды сіздер шығаруға арза жібересіз, сол арзаны 24 сағат ішінде сіздердің паятуыңызды шығарып береді. Және бір парқы minimum trading days, яғни ең кем сауда күні бұл 2 күн екен, бағана 5 күн еді. Бұнда да бастағы төлеген пұлыңыз қайтарып беріледі, қанша пұл төлеген болсаңыз да. Stellar Light дегені бұл жаңадан кіріп келген трейдерлерге мас келеді, ямаса пұлы азларға десем болады. Мәселен, $5,000 аккаунт $32. Бірақ бұнда бағанағыдай басқышыларда қылған пайдаңыздың 15% берілмейді. Мәселен, бұнда да 15% беріледі ғынеді, Stellar Light'та берілмейді. Және бір парқы $8,000 минус қылсаңыз, сіздердің аккаунтыңыз алып қойылады. Two Step'те бұл $10,000 еді, ал One Step'те бір басқышылыда $6,000 еді. Stellar Light'та болса $8,000. Бір күнде $4,000 минус қылсаңыз, аккаунтыңыз алып қойылады. News Trading бар, Minimum Trading Days, ең кем сауда істеген күніңіз 5 күн, бұнда да бірінші payout 21 күннен кейін арза жібере аласыз. Stellar Instant, бұны алуды ұлыма ешкімге мәслихат бермеймін. Stellar Instant дегені сіз төлейсіз, болды, сізге бірден со $5,000 аккаунтты, немесе $10,000, $20,000 аккаунтты сіздерге бірден беріп жібереді. Және бағасы да жүдә қымбат. Мәселен, $195-ға $5,000 аккаунт алғаннан Stellar Light'тан бұған $70,000 аккаунт алсаңыз болады екен, үстіне азғандай қосып. Кейін $20,000 аккаунт $780. Бұнда Stellar Light'та сіз $780-ға үстіне қосып $200,000 аккаунт алуыңыз мүмкін. Stellar Instant'та сіздер төлейсіз, болды, сізге бірден береді, ешқандай басқышылар болмайды. 6% overall loss, күнлік loss жоқ. Яғни сіз 6% $5,000-да $300 минус қылсаңыз, болды, аккаунтыңызды алып қояды. Және max loss limit type дегені trailing. $4,700-ға түсіріп қойсаңыз, сіздің аккаунтыңызды алып қоятығын болса, енді сіз $5,200 пайдаға алып шыққаннан кейін, ол $4,700-де қатып қалмайды. Trailing дегені тап сондай. $4,800-ге көтеріліп кетеді, себебі сіздің общий қылған пайдаңыздан, яғни толық қылған пайдаңыздан 6%-ін есептеп қояды. Және бір жаман жері осы. News Trading бар, хәптелер давамында ұстап тұру бар. 80%-ге дейін шешіп береді екен қылған пайдаңыздың. Тұрақлылық қағидасы жоқ, refundable, яғни бастағы төлеген пұлыңызды қайтарып беруде жоқ екен ешқайсысында. Бағанағы сіздерге add-on функциясы Stellar Light дегенде бар. Stellar Light'та, мәселен, lifetime reward 95%-ке дейін көтеруіңіз мүмкін. Overall loss limit 10%-ке дейін double up дегені, және бір аккаунт алуыңыз үшін сіздерге азғантай шегірме қылып береді. Add-ons функциясы тек қана Stellar Light аккаунтларында бар. No minimum trading days, ең кем сауда күндерін алып тастау да бұнда да бар екен. Мәселен, бұда 5 күн болса, оны алып тастауыңыз мүмкін, азғандай пұл төлеп. Bi-weekly reward, яғни bi-weekly reward дегені 21 күнде сіз арзаңызды шығарып алуға рұқсат беретін болса, bi-weekly'де
2 аптадан бір payout қылуыңызға, яғни арза жіберуіңізге болатын қылып алуға болады. Бұнан кейін бұл жерде бағанағы AI боты Fundy дегені, содан сөйлессеңіз де болады, егер инглиз тілін білсеңіз. Осы Funded Next профирмасынан алғанлардың пікірлері бұл Trustpilot-тағы. Сатып алуға келсек, мәселен сіз, мәселен $100,000 аккаунт мысалында көрсетейін. Get Plan дегенде басасыз. MetaTrader 5, Swap дегенде басасыз. Яғни Swap Free дегені, яғни сіз күннен күнге өткен кезде сіздерден комиссия алмайды. Swap Free-ге қойсаңыз. Бірақ Swap Free-ге қойсаңыз, бақасына азғандай қосылады. Мәселен $399 болса, 10% қосылады. $439 болады. Соның үшін керек емес, ала берсін, бәрі біздер күннен күнге өткермейміз сделкаларымызды. Add-on функциясы міне мыналар. Double Up. 2 аккаунт алуыңыз мүмкін. Double Up-та бірақ 40% қосып төлейсіз. $399 болса, $559 қылып төлейсіз. Олмай айтқанда бұны өздеріңіз көріп шығуыңыз мүмкін, бірақ бұлардың ешқайсысы біздерге керек емес. Swap, MetaTrader 5 болды. Сіздерге ұсыныс ететін аккаунт түрі бұл Stellar Tools деп есептелінеді. Себебі бұндағы overall loss һәм күнлік жоғалту проценттері көбірек. Сіз арқайын сауда істей аласыз. Егер де one step керек емес, Stellar Instant ұлымай керек емес. Бірақ та пұлым азлау еді дейтұғын болсаңыз, Stellar Lite-тан алуыңыз мүмкін. Дерлік парқы жоқ, арзан және проценттері сәл-сәл төменірек. Мәселен, $5,000 аккаунт $32. 400,000 сум атрапында. Сатып алуды басасыз. Һәм кейін I agree to the terms of service, challenge terms түймесін басып қоясыз. Яғни мен разыман деген мәністе. Get started бөлімін басасыз. Һәм осы жерге алып келеді сізді. Осы жерге кіріп келгеніңізде сіздерге төлеуден алдын apply code деген жері тұрады. Apply code деген жеріне менің реферал кодымды жазсаңыз, яғни USREFQ0F3M. Осы реферал кодды жазсаңыз, сіздерге 5% шегірме қылып береді. Яғни сіз осы менің реферал кодымды жазсаңыз, $549 емес, $520 атрапында пұл төлейсіз. Яғни сіздерде сондай бір машқала болып қалса, маған хабарласасыз, мен Funded Next-тің суппортына өзім инглиз тілінде жазып, сіздерге жәрдемімді көрсетемін. Егер сіз осы реферал код арқылы Funded Next-ке келген болсаңыз. Әлбетте, қағидаларын бұзбасаңыз, сіздерде ешқандай машқала болмайды. Егер болып қалған жағдайда да маған хабарласасыз, мен өзім сонымен сөйлесіп беремін. Бұл реферал кодты Telegram каналға да, осы видеоның астына да таслап қоямын. Копировать етіп, осы кодды жазып, сатып алуыңыз мүмкін. Бұл жерде дискаунт деген жері бар, мінекей, шегірме деген жері. Осы шегірме деген жерінде сіздерге шегірме көрсетіп тұрады. Қазір мен өзімнің аккаунтымнан кіріп тұрғаным үшін бұл шегірме маған болмайды, себебі өзім реферал кодымнан өзім аккаунт сатып ала алмаймын. Сау болың трейдерлер, кейінгі видео сабақтарды көрсеткенше, сұраулар, ұсыныстар болса, маған жазып қоя бересіз. Қай жерде болса да, һәммесінде өзім активпен, яғни ешқандай админ жоқ, Instagram, Telegram болсын жазсаңыз, өзім жауап беріп, сіздерге жәрдемімді көрсетемін қолымнан келгенше.